Ақшаңда қалтамас деп түсірмейлі. Очеретпен келді. Ай, Руслан, бақайлар қайда қашып кетті. Басыңды екеу еткенше, асықсаңшы, егізім екеу болды деп жүре бермей. Ай. Аттың басын бұрайын, оң жағыма неге үндемей отыр сақалдылар. Өтеміздер қалтаға салып жатыр деп отырсам, олар өлең түсінбейді. Қалтама 10 мың салып кетті, мына садақа түскен ақша емес пе? Ал енді, ардақты ағайындар, бүгін Русланның той болғаннан кейін, Русланның бар арман тілегін орындауға өтінішін бәрімізде тырысып жатырмыз. Руслан айтып еді жана, мәке бір арнау айтып жіберші деп. Осы жерде біздің еліміз жайында, тегіміз жайында, жалпы осы той жайында бір-екі арнау болсын деп, ендеше арнау түсінетін болсақ, бір қошемет тұрып қояйық. Арнау айт десеңіздер, я бір арнап жіберейік ал. Ал енді тыңдаңыздар, айқайлап ән сап жатқан мұнда біз бар. Қырым менен біз құда болып жатқан кезде қол соқпай босқа қарап тұрмаңыздар. Қырымдық құдаларым, қош келдіңдер, тарихта сіздер жайлай түрлаңыз бар. Қазақ пен татар ежелден бірге туған, сондықтан достық жайын жырлаңыздар. Қырымның 40 батыры дұшпандарын елден қуып шыққандай шулаңыздар. Қазағым, Төлебейсің, Абылайсың, сөйлесең Ахметсің, Ұлабайсың. Сын айтпай мін түзелмес дейді қазақ, тура айтсаң туғаныңа ұнамайсың. Кешегі отаршылда заманында жер жаһанға шайылдық тарыдайшын. Рудный деп өскен жандар келеді ұлт ұлысын танымайшын. Ай, Рудныйға қазақша атау бермейміз деп бұл күнде көтермей тұр жағдайсың. О, Рудный, сен мен үшін сарылар не десе де сарыбайсың. Ай, Руслан, тегің мықты ойлан да тұр. Арғындардан шығыпты толған батыр. Арғатаң шақшақ бабаң ел қорғаған, ұрпағы Ержәнібек болған батыр. Шақшақтан көшей түзей, бақай томай туған, Ақназар Есназардан қалған ақыл. Ақ түйенің қарыны жарылған күн, күллі бақай жиналып тойлап жатыр. Нағашың екен сенің өтемістер, оларда ел жайлаған өте күштел. Жиен тартар деген сөз бар нағашыған, жиен үшін жасалмас бекер істер. Нағашы қандай болса жиен сондай, алайым той болса екен жылдосындай. Ай, неменеге шуламай айқайламай, Руслан екеу қып жатқанда бір басыңдай. Нағашылар бұл тойды бастау керек, жиенді мақтап жатса қашпау керек. Өтемістің есім аталғанда, өтем үшін бірдеңе тастау керек. Ақындар жырын үйстіп мүсін дейді, ақшаңда қалтамас деп түсірмейлі. Өтеміздер қалтаға салып жатыр деп отырсам, олар өлең түсінбейді. очередпен келді.
Мынау кім? Кімсің? Өтеміз. Өтеміз. Мә, өтеміз. Бақайлар қайда дейсің? Бақайларды өтеміздер басып кетті. Ай, Руслан, бақайлар қайда қашып кетті? Мен бастап өлеңді өтеміздер варатан айқара ашып кетті. Термелеп жырмажарын терген біздер, қонақ боп бүгін тойға келгенсіздер. Русланның тренер ұстаздары, тобыл торғай дейдіғын елденсіңдер. Бірің туып меңді қара ауданында, ал бірің Қызылордадай жерденсіңдер. Ай, тренерлер неге мұнда көрінбей тұр? Құралайды көзге атқан мергенсіздер. Русланның жол ашылып жатса егерде, оған тәлім тәрбие берген сендерсіңдер. Ай бе. Руслан бірі сенсің, дүрарыстың, отбасын қорып қолға туалыстың. Кешегі бойдақ құдың есте жығар, өзіңмен өзің жатып мың алыстың. Дейтін үйде әйелің болғаннан соң, шайды да атанаңнан сұрап іштің. Ағам келіп қалтама салып кетті, бұл да біз үшін қуаныштың. Атанаң бүгін сен үшін той жасауда, еңбек қылып алдың да құрақ ұшқын. Сендер үшін атана жыламасын, жыласа жасы болсын қуаныштың. Ай бе. Мен осылай көп сөйлейм тасығанда, шүкір тәубә деп айтам осығанда. Ал енді аттың басын Мерайыл мен Русланның егізі Асланға. Аслан қайда? Егізі бүгін үйленіп жатқан кезде көңіл бір пәстеніп жасыған ба? Ай, сен мені дұрыссың бойдақ бала, сен енді жас емессің ойнақтама. Қатарының барлығы үйленуді сенбесең жан-жағыңа жайлап қара. Сен мені дұрыстысың, күле берме, күле бермей. Атыңды айтсам нағып отсың түрегелмей. Халықтың санын көбейт, шаман келсен нарықтың бір бұрышын тірегенде. Басыңдеке өткенше асықсаңшы, егізім екеу болды деп жүре бермей. Ай. Осылай медет жырын мақал жырмен мақал қылар, әр сөзін қалжың сөзге тақау қылар. Аттың басын бұрайын оң жағыма, неге үндемей отыр сақалдылар. Кейде өстіп артық айтам қағынғанда, ағайын айтар ойым табылған ба? Аттың басын бұрайын ал ендеше, Русланның ұстазы Сабыржанға. Осылай жырым ойдан төгілетін, көңілім ұстаздарға бөлінетін. Сабыржанды атын айтпасақ да жетіп жатыр, алыстан қарасаң бір көрінетін. Ай бе. Бұл өзі дәу адамдай елестеді. Жөн болар ұстаздардың кеңескені. Қалтама 10 мың салып кетті, мына садақа түскен ақша емес пе? Қой сойсақ болады екен бір асымет. Көрсеттің ағайын сірә құрмет. Аузыма түскен сөзді айтып жатырмын, мен үшін бұл шапалақ мына құрмет. Артық айтсам егерде айып қылма, десек те көңілдеріңе рахмет.
Тұлғасы ұлылықтың өздеріңсің, бақыттың қайнар кілті көздерішің. Тілегі қабыл болып ағайынның, әр күндерің жақсылыққа өзгерілсін. Өмірдің сырын мына молы қайық, пайғамбардың сүннет ұлық соны қайық. Бас қостығы Русланның тойында біз, көп ұзамай Асланның тойында да жолы қайық. Аслан биіктерде самғайсың да, егізің Русланнан қалмайсың да. Қазақстаннан егерде қыз таба алмасаң, Қырымға бір құда болып бармайсың ба? Қырымға құда болып бармайсың ба? Егізіңе бажа болып алмайсың ба? Осы жерден пауза қоя тұрайық, Әрине, бәрі әзіл қалжың, шынайы болсын деп. Руслан өткенде бір тойда болған екен, сол кезде бір ақын арнау айтты, соны менің де тойымда осындай арнау айтылса деп бір ниет білдіргеннен кейін алдарыңызға шығып жатырмыз. Енді біз ақша алу, ақша сұрау біз міндет емес, әзіл болсын деп жатырмыз. Қазір той біткеннен кейін келіңіздер, список бойынша қайтарып берем ақшаны. Біраз күлдік, біраз жерге келдік, ендеше илахи әмин деп қазақ айтады, атадан бота қалғанша бата қалсын дейді. Ендеше мал қалғанша тал қалсын дейді. Жоғарыда отырған біздің 1000 жылдық құдаларымыз Ибрахим құдадан бата сұрайық шыған екен. Әл-Фатиха. Әл-Фатиха. Амин. Дуаларымызны Аллах қабул етсін. Так, Сват, вам сколько лет? 64. Амин. Аль-Фатиха. Мен сізге какой привет, такой ответ. Бізде қазақтарда сондай бата бар, бата беру жүрек ал. 60-та арқырап, Ресей, Қырым болсын отаныңыз. Келесі жылы Рудныйға келгеніңізде көп болсын жаныңызда қатарыңыз. 70-тен асып 80-ге жеткенде мына жерге жетсін сақалыңыз. 90-ға келгенде жаныңызда отырсын тоқалыңыз. Перевод жасап беріңіздер. Вам шапан передал папам. Баяғыда Қадыр Мырзағалиев құдасына шапан жауып жатып, ай қорқам деп айта береді дейді. Ай Қадеке, неден қорқасың десе, осы шапан өзіме қайтып келеме деп қорқам деп атыр екен. Қорықпаңдар, бұл шапан келмейді енді. Бұл Қырымға кетеді, қырасып. Ал міне. Рахмет. Осындай құдалардан айналайық. Бұларға да оңай емес соғысын тасап келіп отырған. Құдай қаласа, жаңа айтып жатырға, алтын көпір салып жатыр деп, сол алтын көпір ешқашан үзілмесін. Тойдан кетер кезде сіздерге полный бак бензин менің атымнан подарка.